Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үй жағдайында адам денсаулығына өте пайдалы майлардың бірі гхи майының рецептісін сіздермен бөлісетін боламын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоға лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Видеоны соңына дейін менімен бірге тамашалаңыздар. Ең алдымен сары майымызды шұңғылдау ыдысымызға салып, осылай баяу отта сары майларымызды ерітіп аламын. Ерітіп алған сары майларым, менде таза қолдың сары майы 2 килограммдай сары майым бар. Осы жерде барлығын баяу отта майларымды ерітіп бастадым. Таза қолдың сары майын болмаған жағдайда дүкендердегі 82%-дан жоғары сары маймен де гхи майын жасауға болады. Дүкендерден сатып алған 82%-ық сары майларымызды да құрамын таза және де оқып алғандарыңыз дұрыс. Пастерленген сары майды алғандарыңыз жөн. Сары майымызды ерітіп, баяу отта 1-1,5 сағаттай осылай қайнатып алдым. Қайнатып алған кезде менде бетіне көпіршіктері шығады. Бұл көпіршіктерді сүзгіштің көмегімен міндетті түрде жарты сағат сайын алып отырамыз. Бұл біздегі бетіндегі керек емес көпіршіктер, сол себепті майымыздан осылай ажыратып аламыз. Менде газдың асты өте баяу отта қайнап жатыр, осылай біркелкі етіп қайнауы қажет. Сары майымызды қайнатқан кезде бұл сапасына қарайды. Сапасы жақсы болса, бетіндегі көпіршіктері өте көп шықпайды. Сол себепті осы бетіндегі көпіршіктерін алып тастауымыз қажет. Гхи майының басты плюсы бұл холестерин мен лактозаның болмауы, өйткені бұл қыздыру процесінде сүт қан толығымен ыдырап, сумен бірге буланып кетеді. Сондықтан өнімді диетаға лактозаға төзбеушілікке байланысты сүті жоқ адамдарға да қосуға болады. Гхидің құрамында бутират қышқылы бар, ол ас қорыту денсаулығында маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар қабынуға қарсы әсер етеді. Ғылыми зерттеулер бойынша бұл майдың инсулин деңгейін сау ұстауға көмектесетінін дәлелдеген. Және де К витаминінің жоғарғы мөлшері қанның ұюын жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар тіс пен сүйек денсаулығына да оң әсер етеді. Гхи майы диетада кәдімгі күнбағыспен алмастырылса, салмақпен де күресуге көмектеседі деп айтылған. Сол себепті біз гхи майын күнделікті тағамдарға және де ауырған кезде бір шайқас сары майымызды ыстық сүтке салып, таңертең аш қарынға ішкеніміз өте пайдалы. Міне біздің сары майымыз осылай өте баяу отта, осылай бір қалыпты қайнауы қажет. Мен осылай бетіне көбіктері шыққан сайын, әр жарты сағат сайын алып отырдым. Бұл гхи майының пайдасын айта берсек өте көп, және де Қазақстанда қазіргі таңда дүкендерде сөрелерімізде гхи майы көптеп кездесіп жатыр. Қазіргі таңда экологияға және де осы қоғамдық ортамызға байланысты көптеген адамдар дұрыс тамақтану жолын таңдап жатыр, және де сол дұрыс тамақтану жолында осы гхи майын тұрақты қолданады. Тұрақты қолданғанның нәтижесінде ешқандай зиян теріс жағын көрмейді бұл маймен. Керісінше бұл гхи майы моноқанықпаған майлардан тұрады. Олар қызған кезде әртүрлі ауруларды тудыратын зиянды және қауіпті альдегидтер түзілмейді. Сол себепті ыстық кезде де бұл майды қолданғанда ешқандай зиянды заттар түзілмейді. Бұл майдағы бутеридтар ішектің пайдалы бактериялар үшін тамаша қоректік орта болып табылады. Сол себепті бұл гхи майын күнделікті тағамдарға да қолдана беруге болады. Міне біздің гхи майымыз дайын болды. Мен осылай көпіршіктерін 3 рет осылай бетінен тазалап алдым, және де осылай баяу отта қайнады. Және енді біз келесі кезекте таза ыстыққа төзімді ыдысымызға құйып аламыз. Мен де осындай банкаға үстіне ситамды қойып, және де марлімді төсеп, ситадан өткізіп, майымды сүзіп, құйып алдым. Ыстық күйінде құя беруге болады. Өте әдемі алтын түстес осындай сары майымыз дайын болды. Бұл майымыз өте пайдалы және де ұзақ уақытқа шыдайды. Сыртта да немесе тоңазытқышта да бұзылмайтын, ұзақ уақытқа шыдайтын сары майымызды кез келген уақытта тағамдарымызға қосып қолдана беруге болады. Менде 2 килограмм сары майдан осылай 800 миллиграмм сары майым дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, және де сіздерге рецепт пайдалы болса, видео ұнаса, лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де бұл тортасынан ажыраған тазарған сары майды кез келген отанасы өз қолымен үй жағдайында жасай алады. Каналдың дамуына, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, қолдау көрсетуіңізді сұранамын. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын!